Енді оралманның үлкен мәселесі Қытай оралмандары мәселесі деп ойлаймын енді. Қазақстанның Қытай қайнатасы емес. Сондықтан шынын айтып бір сөйлесуге жағдай бола ма? Ең қарапайым болса да келісімге қол қоя ала ма? Мәселен, Қытай азаматтарының шетелге шығып қоныстануына заң бар. Рұқсат. Солай болғаны үшін енді шетелге шығып қоныстанудан берілген қалай шектейді? Ол бір мәселе. Сондықтан Қытай оралмандарын әкелмесе, оралман әкелдім деп мақтанудың қажет жоқ. Неге десеңіз, Өзбекстан, Қырғызстан, қалған республикалардан, яғни жақын шетелдерден оралман келіп қиын болып отырған жоқ. Кеште болса келеді. Қытайда дін шектеледі, тіл шектеледі. Қазақ мектептерін қайта Қытай мектептерін қосып келді. Дін деген ақсақалдардың ермегі ғана. Мектеп оқушылары, кадрлар, студенттер ораза ұстауға, намаз оқуға рұқсат жоқ. Сонда діннен, тілден айырылса қайтымыз болады. Керісінше Қытай оқулық жасап, ана жәкен әбден білет, материалын содан алған мен. 440 мың шаршы километр қазақтың жері, Қытай жері деп осы күнге дейін оқулық шығарған. Оған шамданбаған қазақ оралмандар мәселесін неге қоя алмайды? Кемінде қарапайым болса да бір құжатты қабылдау керек деп ойлаймын. Оның кейін оралмандар мәселесін қалай қарау керек? Ерте кездерде бірнеше жыл бұрын бір газетте мақала оқыдым. Мақаланың сұхбаттың тақырыбы есіктен шығып төл қозғады. Оралмандар қаратылған. Оралмандар сонда қайтөріне шығып кетті Қазақстан, қайтөріне шығып кетті. Оралман емес, басқұрттардан 9 депутат сайланды. Оралмандардан бір депутат бар ма? Оралмандар депутат емес. Ауылдың әкімі болған оралмандар екен. Көлге шығып кеткен жоқ. Одан кейін дипломат дейді. Дипломат деген біреу айтты. Оралмандар малдайды әкетмесе аштық. Ондай ауыр болмас еді. Сталиндік репрессиямен жасанды ашаршылықты оралмандар айтпас. Ал бір түкей жазушы сөйлепті. Онда Дулат Исарек. Соның мақаласында айтады, Моңғолия мен Қытайдың оралмандарын әкелудің қажеті жоқ дейді. Себебі олардың менталитеті ұқсамайды дейді. Менталитеті Моңғолияда қазақтар мен Қытайда қазақтардың ұқсамаған менталитеті болса, орыс менталитеті емес пе? Орыстан үйренген менталитет емес пе? Орыстан үйренген аз болды ма? Тағы бір сұрау. Сенің шақырып келді. Президент шақырып келді, мұқағи. Шақырғанда түк көрді. Жауап тұрған президент шақырып келді деп. Ал енді бір сұрау қойдық. Оралмандар не аламыз береміз, не береміз деп келеді. Келу керек дейді. Неге өзің де дейді. Өзінен қымбат ішіміз бар. Өзінің адам өзінен қымбат нәрсе жоқ. Соның кейін бара-шағасын береді. Ол аз болды ма? Сондықтан өзім берген ең үлкен сауға деп есептеймін. Сондықтан немене ондай сұраулар орынсыз деп есептеймін. Қалған мәселелер айта берсе көп.
негізінен Қытайдың оралмандарын әкелуді кешеуілдетпеу керек. Егер есеп бойынша жылына 20 мың оралман келіп отырса, 20 мың семья көшкен күннің өзінде Қытайда 300 жылда көш болады екен. 300 жылда. Ана 300 жылда емес, 30 жылда Қытайға болады, Қытайға болады. Сондықтан менің ойымша, және айтып келғаннан кейін,